Ихсан – рухани кемелділіктің дәрежесі. Ихсан – ол сен Раббыңды көріп тұрғандай, немесе Раббың сені көріп тұрғандай ғибадат жасауың. Жаратушыға жақындау және рухани кемелдену үшін Азан радиосында Шүкірддін Темірқұлының Ихсан бағдарламасын тыңдаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Азан радиосын тыңдармандары. Тікелей эфирде Ихсан бағдарламасы. Және біздің бағдарламамыздың тақырыбы адал неке, бақытты отбасы, жалпы некелесу жайында. Осы тақырыпта сөз қозғайтын біздің қонағымыз Шапағат деструктивтік діни ағымдардың көмек көрсету орталығының қоғамдық қорының теолог маманы Закария Алмат Ардағұлы. Қош келіп отырсыз. Рахмет сізге. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз әрине бұл өзекті тақырыптардың бірі, бірақ бұл некенің жалпы қазіргі таңда кез келген адам баласын Құранда да Алла тағала айтады, жұп-жұбымен жараттым дейді. Сол аяттардан шыққан мағынаға қараған тәпсіршілер барлығының көзі жеткен нәрсе, ғылыми түрде де көзі жеткен нәрсе, кез келген кішкентай молекуладан бастап бүкіл үлкен жаратылыстардың өзі жұп-жұбымен жаратылғандығы, жер мен ай деген сияқты, нейтron мен жаңағы не деген сияқты физикада да барлығында Алла тағала тек адам баласын емес, бүкіл жаратылысты жұп-жұбымен жараттық деп айтады. Енді осы некенің жалпы мағынасы дініміздегі, сол мақсаты қандай некенің? Жалпы енді некенің мағынасын айтатын болсақ, негізінде некенің мағынасы бұл жалпы екі жастың, яғни бірін-бірін жақсы көріп қосайын деп отырған екі жастың арасында шариғатта жалпы адал мақсатта қосуды жалпы некелесу деп айтады. Сол мақсатта. Енді бұл қазіргі қоғамда некенің маңыздылығы, жалпы неке не үшін қажет бізге мысалда. Өйткені сол некеден жалпы ұрпақтар тарай бастайды. Сол ұрпақтар адал, яғни шариғат арқылы, некелесу арқылы пайда болған, адал некеден пайда болған сол ұрпақтарды әкелу үшін осылай деп айтады. Жалпы шариғатта да бар ғой, негізінде зина арқылы туылған бала бана имамдыққа шықпайды дегендей. Осындай бір айтылып жатады ғой. Жалпы бұл жерде айтылып жатыр, адал некемен, адал отбасында жалпы өсу керегін жалпы. Некенің мақсаты Алла тағаланың алдында адал болу, қидыру арқылы ұрпақ өріп өту деген сияқты дейсіз ғой. Әрине. Енді біздің қазақ халқы біздің тарихымыздан белгілі мыңдаған жылдан асты ислам дінін ұстанып келе жатыр. Сол мыңдаған жыл бойы ұстану арқылы біздің салт дәстүрімізге, санамызға шариғаттың ережелері салт дәстүр болып енгендігін де байқаймыз. Мысалы қазақ халқында сырға салу деген сияқты, ода түсу деген сияқты некенің алдын жасалатын жоралғылар бар. Әрине. Осы жоралғыларымыз, яғни салт дәстүрлеріміз шариғатпен қаншалықты байланысады? Енді біз жалпы қазақ халқында жаңа айтып отырсыз, өзіңізде салт дәстүрлеріміз бар, банағыдай сырға салу бар, сонымен қоса тағы да басқа салт дәстүрлеріміз бар. Енді бұның бәрі біз айта алмаймыз, шариғатқа қайшы деп сол айналып келген кезде сол шариғаттың негізінде алынған істер бұның барлығы. Себебі біздің аталарымыз, әжелеріміз кез келген істі болсын, салттарды сол бәрін шариғаттан алған. Сәл-пәл ұқсамаса да, бірақ жанамалап сол шариғаттан алынған. Мысалы, сіз айтып жатсыз, жаңа ғана қыз баласына сырға салу. Бұл енді қазақта, яғни бір үйдің баласы өседі, үлкейеді, жалпы сосын екінші үйдің қызына ғашық болып, енді сол екі араны қосу мақсатында сырға салу дәстүрлері өтеді ғой. Енді бұны бізде шариғатта хитба деп айтады. Хитба мәселесі деп айтады. Енді бұны құда түсу мәселелері ғой. Соны енді біздің аталарымыз қазақи дәстүрмен әкеліп солай атын өзгерткен ғой. Шариғатта бар нәрсе. Шариғатта бар нәрсе. Аты ғана өзгерген. Бұлай қарап отырсақ та шариғатқа қарсы келетінде бір іс әрекет жоқ. Дұрыс айтасыз. Яғни бұл сырға салу хитбадан мақсат сол жаңағы жас жігіт пен жас қыздың некеленіп некеге
яғни былай айтқан кезде сырға салу арқылы басы бос еместігін әрине. жариялау ғой. Мхм. Басқалардың жаңағы үміттеніп оған не істемес үшін. Иә. Енді осы некенің жаңа мағынасын, мақсатын айттық. Адал жолмен таза ұрпақты қазақ халқы да жеті атасына дейін білген, сондай қан таза халықпыз ғой. Енді осы некенің шарттары қандай? Осы неке қиюда мысалға қандай шарттар бар дінімізде? Және қазіргі кездегі ата-ананың разылығының маңыздылығы жайында айтатын болсақ. Жалпы енді неке, бана біз айттық қой, екі жастың арасын қосатын бір сондай бір шариғаттың келісім болып саналады. Енді бұдан алдын екі жас жалпы қалай танысу қажет? Енді бұда да шариғатта бар ғой. Екі жас қалай танысу керек, екі жас қалай үйленеді, бұның бәрі шариғат қамтып өткен. Жалпы енді халықтың аузында бар ғой, енді бізде жаңада айттық, басында хитба мәселесін айттық қой. Кездесу, сөйлесу, бірін-бірін танып білу деп. Бірақ қазіргі біздің қоғамымызда бұл хитба мәселесіне қатысты бір ойлар алып қашпа әңгімелер бар. Яғни 3 рет кездесу керек, 3 реттен үйлену керек дегенде ғой. Қазіргі сол алып қашпа әңгімелерден көп қыздарымыз қателікке туындап жатады да. Көбінесе бағанағыдай не істеп жатады. Бұл шариғатта жалпы мен айтып өтейін, 3 рет кездесу деген ешқандай фиқхта кітаптарда ондай мәселеде арнайы күн жоқ. Арнайы күн жоқ, арнайы бір уақыты жоқ, арнайы күн жоқ. Сіз егер мысалы бір қыз баласын жақсы көріп оған үйлену ниетімен кездесетін болсаңыз, оған қалағанша ол қызды танып білгенше кездесуіңіз қажет. Шариғаттың шеңберінде. Шариғаттың шеңберінде әрине, мысалы айтады ғой, екі жастың ортасында адам болу қажет. Если адам болмайтын болса, оның ортасында шайтан дегенде ғой. Арнайы бір куәлиін шақырып кездесіп, ол қанша кездессе де сол кісіні танып, ұнатып, одан кейін барып банағыдай сырға салуына да бар. 3 рет деген жоқ. Яғни қыз баласын қанша танып білу керек болса да сонша кездеседі. Енді бұл жағдайда тағы да мынандай бір мәселе бар. Бізде енді шариғатта жалпы ұстаздар айтады, қыз баласының 4 қасиетіне қарап үйлену қажет, қыз баласы жігіттің 2 қасиетіне қарап үйлену қажет дейді. Енді біріншісі қыз баласына қарау қасиет, бұл айтып жатады банағыдай иманына қарау қажет дейді, байлығына қарау қажет дейді, текті жерден шыққан ба, және де әдемі сұлу ма деп. Сол кезде айтады, бұны иманына қарап үйленген жігіт банағыдай сол барлығына да еге болады деп айтады. Яғни сұлулық, байлық бұл уақытша, қазір бар, ертесі жоқ. Сондықтан иманына қараған жігіт иншалла оған барлығына да ие болады деп айта аламыз. Енді әйел, яғни қыз баласы жағынан қарап айтатын болсақ, қыз баласы ер азаматтың жалпы иманына, сонымен қатар қыз баласын құрмет ететін, яғни оны ұрмайтын, соқпайтын, қазіргі уақытта өте маңызды ғой. Қыз баласын ұру мәселесі. Сабырлы деген сияқты. Қадірлей білетіндей, сондай бір отбасын құрмет ететіндей жігітті таңдау қажет. Сол мәселеге келген кейін неке мәселесі басылады. Неке мәселесінің шарттары бар. Яғни олар балиғат жасынан толу керек, мұсылман болу керек, сонымен қатар ақыл есі дұрыс, ақыл есі жақсы болу қажет. Және де некелескен уақытта иджаб қабул. Негізгі шарты иджаб мен қабул деген бар. Ол некенің рукуны болып саналады ғой. Мағынасы қандай сонда? Мағынасы енді бана иджаб бұл, яғни жігіт тараптан қыз баласына жалпы бір ұсыныс айтуы. Және де бұл қабул, яғни қыз баласының жігіттің ұсынысына қабыл етуі. Сол арқылы некенің алғашқы рәсімдері басталады. Алғашқы рәсімдері басталу арқылы одан кейін бізде сол болып жатқан істе куәгер болу қажет. Ақыл есі жақсы екі ер кісі болу керек, немесе бір мұсылман, немесе бір ер кісі екі әйел адам болғаны ең азында куәгерде солай болу керек.
Енді солайынан басталады. Содан соң жалпы қыз баласына берілетін махры бар. Иә. Сол махрына келсек. Осы махр мәселесінде біздің енді қазір батыс Қазақстан облыстарында, Атырау жақтарда көп жоқ. Бірақ оңтүстікте тағы біраз облыстарда бар мәселе бар, қалың мал деген. Бұрынғы кездегі имамдар, молдалар махр деп арабша атауымен термин ретінде сұрамағанды мен көргендерім. Қалың малын айтады. Неге сұрамады десек, сол қалың мал махр есебінде жүрген қазақта дейді. Әрине. Махрдың құны, мысалға, махрдың құны Абу Ханифа мазхабында ең азы қазіргі бағамен 100 мыңнан төмен болмау керек. Шамасында. Шегінде шек жоқ, ол қыздың тәрбиесі мен имандылығына байланысты дейді. Енді сол жерде қазақ халқы оны біле тұра махрды қалың малға айналдыру себебі өздері жас жігіттер бір отбасы болғаннан кейін, бір шаңырақ болғаннан кейін, бір үйге қажетті заттарды алып жинайтын болған еді. Төсегін, көрпесін, ыдыс-аяғын, соның бәрін қалың мал деп есептеп алған дейді. Ондай да ақпарат бар екен. Яғни қалың мал махр үкімінде жүргендігін айтады. Қазіргіде 7 самолет бірдеңе емес. Кәдімгі солай өздеріне қажетті семьяға дейді. Осыған қалай өзіңіз ойыңыз? Енді бұл мәселеде махр мәселесіне мен өзім кішкене бір қосып өтсем. Енді қазір соңғы уақытта бәріміз жаңалықты қараймыз, Инстаграм бар. Сода қарап отырсақ, көбінесе ақпарат көздерін қарап отыратын болсақ, махр мәселесі қыз баласының тарапында өте кәдімгідей өте жоғарғы мәселе болып келе жатыр. Яғни исламды, шариғатты, намазды, дәретті түсінбейтін жастар ең бірінші махр мәселесін айтады. Маған үй алып беру керек, машина алып беру керек, бірақ енді өзінің енді исламдағы несі бар ғой, банағыдай парыздар бар ғой, сол парыздарын білмей жатып, көбінесе банағыдай сондай бір өзіне жақсы, өзіне бір пайда әкелетін мақсаттарын ойлап атады. Енді жалпы айтады ғой, ең хайырлы әйел сол махры аз болған әйел деп айтады ғой, жалпы шариғатта. Негізінде өзін сүйіп қосылайын деп жатқан жарын қинамау мақсатында соны жақсы көріпса, егер жағдай жететін болса, банағыдай машинасын үйінде алып берсін, оған ешқандай қарсылық жоқ. Егер жігіттің жағдайы ондайға келмейтін болса, ол ол кісіні жақсы көру себепті түсініп, соның бір шамасында мәселені қозғау керек. Енді осы неке мәселесінде қазір кейбір діни ағымдарда, мысалы, әке шешенің, ата-ананың разылығын алмай тұрмыс құрып жатқан қыздары бар. Қаншама жаңалықтардан да шықты. Ата-ананың разылығы некеде қаншалықты маңызды? Негізінде ата-ананың разылығы неке мәселесінде бір енді шариғат оны бір қою әріппен бүйтіп жазып қойған жоқ, енді қатты не істеп. Бірақ та біздің осы батыс өңірінде, жалпы Атырауда бұл мәселе маңызды болып келіп жатыр қазір уақытта. Өйткені жастардың көбінесе ата-анасынсыз, яғни рұқсатынсыз өздері жеке бір жерде некесін қидырып, сол жерден ерлі-зайыпты болып саналып, содан бөлек шығып, артынан отбасы болғасын ұрыс-керіс болады. Сосын үйлеспей қалып, бір айдан кейін, 2 айдан кейін ажырасулар көбейіп жатыр. Яғни қазір көп қараймыз, орамалдағы қыздардың банағыдай бір баласымен, 2 баласымен отырып қалулары өте көп бізде. Бұның бәрі не себепті? Еш ойланбастан, еш қарамастан, 3 рет кездесу арқылы. Ол сол жаңағы теріс діни ағым өкілдері ғой, негізінде көпшілігі. Көбінесе жаңа сіз айтып отқан сияқты, ата-ананың маңыздылығы шариғат бойынша 3 мазхабта маңызды. Ата-ана рұқсат бермесе тұрмысқа шыға алмайды қыз бала. Бірақ біздің Абу Ханифа мазхабында да маңызды, бірақ негізгі шарт емес. Рұқсатын алу керек дейді. Біздің муфтиятымызда да ата-ананың рұқсатынсыз болмайды деген фәтуа берген екен. Яғни бұл айтып отқаныңызға толық келісем. Енді осы жерде жаңағы кейбір діни ағымдар, теріс діни ағымдар болсын, жалпы діни ағым болмаса да мен жаңағы бой жеттім, мен ер жеттім, өз қалауым өзімде, әке-шешем былай айтқан кезде 18-ге толдым, әке-шешемнің рұқсат қажеті жоқ деген сияқты ұстанымменен қателесіп, ата-анасының разылығын алмай, қаншама отбасы құлап жатқан, қирап жатқанды ол көзі көруші, жаңа сіз айтқан сияқты. Яғни ата-ананың рұқсаты ол маңызды. Маңызды, өйткені болмайды дейсіз. Бана айттыңыз ғой, енді ата-анасы батасын береді ақ некеге.
бұл өте үлкен маңызы. Үлкен кісінің, ата ананың, ата әженің жалпы сол енді құрылып келе жатқан отбасыға жалпы батасын беруі, ақ батасын бұл жаңадан құрылып жатқан отбасыға өте маңызды да, алға қарай өсу үшін де. Осы тұста енді некені ойыншыққа айналдырған кейбір діни топтары бар мысалы. Жаңағы айтқан куәгерді олар бүйтіп айтады. Екі еркек Құран аятына келеді, бір әйел куәгер болсын, немесе бір еркек, екі әйел куәгер болсын дейді. Сол куәгерлікті олар теріс діни ағымдар жаңағы менің екі иығымда екі періште бар, аспанда Алла көріп тұр, маған куәгер қажет жоқ деп өз некесін өзі қиып алатын. Оның некесін қиылған қыз баласының әке-шешесінің, бауырларының, тума-туысқандарының хабары жоқ. Ол өз үйінде, бұл өз үйінде, тек жаңа қосылу үшін ғана кездесіп жүрген сияқты. Сондай топтарларда бар. Ол жайында не дейсіз? Енді жаңа айттыңыз, ол өте ауқымды, ауыр тақырып қой, қазіргі қоғамда белең алып жатқан. Негізінде бұл мәселе өте қате мәселе. Шариғат бойынша өте үлкен қате. Неке жариялану керек. Неке жариялану керек, оның шарттары толық болу қажет. Анау пәленшенің күйеуі, мынау пәленшенің әйелі деген сияқты көз түспес үшін жария болу керек. Жасырын болмайды. Әрине. Дұрыс айтасыз. Бағанағыдай ғой, енді айтып жатыр. Шариғатты, жалпы белгілі бір шариғаттың үкімін адамдар өзіне қарай өзгертеді. Өзінің нәпсісіне сай, сол кездегі жағдайға байланысты өзгерте береді. Бағанағыдай ғой, екі періште бар. Біз некеміз толық, бағанағыдай шарттар орындалды, некемізді қидырамыз, сен менің әйелімсің. Мешітке де келмейді мысалы. Мешітке де келмейді қазір. Өйткені мешітте ондайға бағанағыда рұқсат жоқ қой. Қазіргі мешіттері жалпы некенің қию тәртібі бар өзі. Бірінші ЗАГСке барып келуің қажет, ЗАГСтың қағазы болу керек, ата-ананың рұқсатын алу керек дегендей. Сосын барып оларға имамдар неке қияды. Дұрыс, солай істеп жүрміз. Жалпы менде солай болу қажет. Солай міндеттелген. Олар соны білгендіктен имамдарға да келіп неке қимайды. Діни міндет емес, өзіміз қия береміз деген сияқты. Ол да бір қателік. Енді осы тұста тағы бір нәрсе, жаңағы ғаламтор желісінде ақпарат көздері осыны интернетте мысалы қазір неше түрлі коучтар ақыл кеңесін сататын, енді кейбіреулері пайдалы болып жатса, кейбіреулері халқымызға да, дінімізге де, салт дәстүрімізге де зиянды, жалпы ұрпақ жастардың ұстанымына былайша айтқан кезде дұрыс емес тәрбие беретін коучтары пайда болды. Осы жерде отбасындағы әйел мен еркектің құқығы жайында айта кетесіз бе? Мысалға мынандай нәрсе айтылады. Әйел адамға сен құл емессің, сен күйеуіңнен тіреует етуге ақың бар, тіпті әке шешеңмен бірге тұрма, сен енеңе қызмет жасама, ата-енеңе деген сияқты бөлек тұр. Солай бұны жаңағы бір обычный нәрсе дейміз ғой, қарапайым нәрсе сияқты түсіндіргісі келетін коучтар бар. Енді бұл қаншалық шариғатқа немесе біздің ата-бабаларымыздың ұстанымына сәйкес келеді бұл айтып жатқандар? Негізінде шариғатта мынандай бар ғой, екі жастың арасындағы әңгіме комнатадан, яғни бөлмесінен шықпау қажет деп айтады ғой. Бірақ енді одан да несі бар, яғни көрпенің астынан шықпау қажет дейді ғой, қазір қазақтарда бар ондай әңгіме. Негізінде сол әңгімеге, сол мәселеге араласып, сол мәселені қозғайтын, өзіңіз айтып отырсыздар, әлеуметтік желіде, интернетте ақыл айтатындар көбейіп жатыр. Сен былай жасауың керек, күйеуіңе бағынбауың керек, ата енеңе былай айтуың қажет дегенде, бұл өте үлкен қате. Өйткені қарапайым отырған отбасын бұзуға былай қарап отырсаңыз, қарапайым өзімен өзі жақсы өмір сүріп келе жатқан отбасын бұзу. Ал соны қаралады да қазіргі әйел жандылар, мына кісінің айтқан орында, неге мен істемеймін дейді. Солаймен отбасы бұзылып бара жатады. Еркек пен әйелдің құқығы жайында. Негізінде еркек пен әйел не істеу керек отбасында, әйел не істеу керек? Шариғат бойынша міндеттелмеген болуы мүмкін, бірақ қандай амал абзал болып есептеледі? Жалпы қазақ халқында қалай ұстанды деген сияқты. Әрине, жалпы енді былай шариғатпен қарайтын болсақ, енді қазіргі кезде айтып жатады ғой, мен сенің киіміңді де жуып беруге міндетті
бағанағыдай емеспін дейді. Сосын жігіт жағы айтады, мен сені банағыдай тамағыңды беруге де, киім алып беруге де міндетті емеспін деп айтады. Бұлай енді қатты кететін болсақ, отбасы бұзылады да. Бұл жерде жалпы қазақи даналықты қарасақ, қазақи жақты қарайтын болсақ, мысалы отбасыда әйел жанды мен еркектің өзінің міндеті бар. Енді бұл енді қазақ айтады ғой, ер кісінің міндеті бала шағасын, әйелін асырау. Шариғатта солай айтады. Шариғатта да осындай, міндет, бала, ер кісінің міндеті әйел кісінің тамағын беру, киіндіру, сол кісінің жағдайын істеу. Ал әйел жандының міндеті сол ер кісінің разылығын алу, сол отбасындағы ер кісінің ата-анасын жақсылап қарауы, жақсы сөз сөйлеуі, және де жолдасына жақсы қарауы болып саналады. Жалпы шамасы келетін болса, сол ер кісінің ұрпағын көбейтіп беріп, сол кісінің арасында махаббатты банағыдай не істеу үшін, нығайту үшін. Жалпы мақсат осындай да. Енді осы көбінесе осы қазіргі уақытта осы рөлдер ауысып жатыр да. Еркектер көбінесе не істейміз, ынжық болып бара жатырмыз да. Енді көбінесе әйелдер банағыдай айтып жатыр ғой, әлеуметтік желіге өздері шығып банағыдай әйел бұлай болу керек, өзінің деңгейін көтеру қажет, еркекке бүйту керек дейді да. Еркектің абыройын түсіріп жатыр. Бұл жерде өзі банағыдай берекесіз болып бастайды. Енді Құдай Аллахтың өзі еркекті сол отбасына басшы ретінде тағайындап берді ғой. Сол үшін еркек басқарса, еркек табысты әкелсе, еркек оны бәрін реттеп отыратын болса, сол отбасыда береке болады. Еркек тек еңбек болу керек, еріншек емес. Еріншек болмау қажет. Өзінің міндетін толық атқару керек. Әрине. Дұрыс, өте керемет түсіндірдіңіз. Енді осы айтылып жатқан нәрседе шынында да мысалға біздің қазақ халқының тарихын, біздің тарихта бәрін қарайтын болсақ, киіз үйде тұрды ата енесімен бірге. Қазақ халқында ондай бір түсінік болған жоқ. Мен күйеуімнің әке-шешесіне қызмет қылмаймын деген. Негізі көптеген проблемалар осы жерден басталатын сияқты. Өйткені жаңағы босаған аттап келген келін сол үйдің ата енесін ең бірінші кезекте өзінің әке-шешесіндей көруге тырысу керек. Және сол келін түсіріп отқан ата ене де өзінің қызындай көруге тырысу керек. Өзінің қызындай біреудің аманатын алып жатырмын деген сияқты. Және үйленіп жатқан күйеу бала да, жігіт те жаңағы оны қыздың ата-анасына құрметін, туысқандарына және өзінің әйеліне дұрыс қарау керек. Осы нәрселер дұрыс ұсталатын болса, онда ешқандай бір проблемалық мәселелер отбасында туындамайтын сияқты. Көп жағдайда жаңағыдегідей мысалға айқай-шу себебімен түрлі сұрақтармен келіп жатады ғой. Мысалы бізде имамдық қызметте болған кезде мысалы айтады, менің енем маған бүйтіп айтты, үйтіп айтты, ұрысты деген сияқты да. Енді ол жерде сен қателесетін болсаң, өзіңнің анаң да әкең де ұрысады солай. Егер солай ұрысып жатқан адамды өз әке-шешеңдей көретін болсаң, оған ренжімейсің. Солай қабылдаса, менің жеке өзімнің пікірімді, дәл солай қабылдап, әрқайсысын құрметтейтін болса, онда отбасында берік болар еді деп ойлаймын. Енді қазір тағы бір немізбен қорытындылап, осымен сұхбатымызды аяқтасақ, енді жалпы адал неке, ақ неке бұл шариғатымызда Алла Тағаланың берген әмірі, және де мыңдаған жыл бойы исламдан ұстанып келе жатқан қазақ халқының салт дәстүріне сіңген отбасылық тәртіптер бар, жүйелер бар. Салт дәстүрімізге сәйкес келіннің өзінің, еркектің өзінің міндеттері деген сияқты. Осылардан барынша біз не істемеуіміз керек, ажырамауымыз керек. Енді осы тұста әйелдердің құқығына да байланысты қазіргі кезде мысалға әйелдерді ұрып соғу, немесе оны өзіне құл сияқты қарайтын кейбір еркектер де бар. Осыған байланысты өзіңіздің дін жағынан да және өзіңіздің пікіріңізді, біліміңізбен түсіндіріп кетсеңіз. Енді жаңадан біз айтып жатырық, осы неке тақырыбын қозғап отырық қой, бақытты отбасы деп. Жалпы осы некенің барысында қазіргі қоғамда өте белсенді, жаңадан бері айтып келе жатырмыз, кездесу болсын, хитба болсын, сонымен қатар әйелдің яғни кемсіту, төмендетіп ұстау, қазір сол мәселе өте көп қаралып жатыр да. Еркек жоғары болу керек, әйел төмен болу қажет, әйелдің банағыдай үйде отыру керек, баланы туу керек, ата-енеге шайды беру қажет деп банағыдай әйел азаматын төмендетіп жатырмыз да.
сол төмендету арқылы отбасыны бұзылу басталады. Енді біз қазір манағыдай айтып жатырмық қой, әйел азаматын жалпы көтеру, әйел азаматына құқық беру деп, өткен шариғатта да арнайы әйелдер үшін бар ғой, сүре аяттар бар, нелер бар. Енді әйел затын шариғатта да не істеп жатқан жоқ, манағыдай кемсітіп или бір төмендетіп жатқан жоқ. Мысалы қазақтарда бар, қазақтың салтында бар, яғни қыз баласы төркініне келген уақытта төрге келіп отырады дейтін бар мәселе. Яғни қыз баласын қай кезде де қазақ құрмет еткен, оның құрметін жайына қойып, әрдайым оны мәртебесін жоғары еткен. Жаңа сұрақ бойынша күйеуі, мысалы ер азаматтар төмен санап қол көтеру мәселесі дінде бар ма жоқ па? Оны кейбіреулер дінмен байланыстырады. Ұрып соғып деген сияқты. Сол мәселені толықтай бір ашып жіберсеңіз, өйткені жалпы әйелдің физиологиялық болмысына байланысты, Алла тағаланың жаратуына байланысты, ол жаңағы белгілі бір деңгейде құқықтары бар шариғатта. Еркек пен әйелдің Алла тағаланың алдында бірдей өзіне лайық құқықтары болады. Бірақ осы тұста ұрып соққан, қол көтерген ер азаматтарды дінде бар деп солай айтылып жүрген кейбір нәрселер бар. Дінде қаншалықты? Ол үлкен қате. Әйел затын ұрып соғу, оны өзін төмен санау деген өте үлкен қате, ондай жоқ. Дінмен ондай байланыс тұрғызудың ондай ешқандай қажет жоқ. Бізге керемет сұхбат беріп, өзіңіздің ойыңызбен, біліміңізбен бөлісіп отырсыз. Сізге көп рахмет айтамыз. Жұмысыңызда, отбасыңызда берекелі болсын. Құрметті Азан радиосының тыңдармандары, оқырмандары, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада кездескенше қош сау болыңыздар. Ихсан – рухани кемелділіктің дәрежесі. Ихсан – ол сен Раббыңды көріп тұрғандай, немесе Раббың сені көріп тұрғандай ғибадат жасауың. Жаратушыға жақындау және рухани кемелдену үшін Азан радиосында Шүкірддін Темірқұлының Ихсан бағдарламасын тыңдаңыз.